Арбатта жүрмін. Негізінен Бәйдібек би көшесіне барам ба деп ойладым. Сол жерде өте қызықты жерлер бар дейді. Себебі катамаранға мінуге болады, әртүрлі парктер бар. Бірақтан да жаңа сұрастырғанымда алыс дейді. Егерде пробка болмағанның өзінде жарты сағат кетеді. Кеш болып қалғандықтан тағы да ойладым, кеш қалып қоярмын деп ол жерге барып келу қиын деп. Мына жерден алыс, қаланың бір шетте, сондықтан Арбаттың ішінде әрі жүріп, бері жүріп, неге мінерімді білмедім. Көбіне көп кішкентай балдарға арналған аттракцион екен. Үлкен адамдарға арналған аттракциондар бар, бірақтан да үнемі жаңалықтан Шымкенттің аттракционында құлап жатады, бір оқыс оқиғалар болып жатады. Сондықтан да мінуге қорықтым. Қатты желанием жоқ мінуге. Сондықтан да көптен бері жасамаған бір нәрсені жасайын дедім де кинотеатрға барайын дедім. 9-ды міне карта сатып алдым. 100 теңге карта, ал біреуі 1000 теңге, 1100 теңге. Енді сонда барып көрейік. Кинотеатрына Кинотеатрдан шыққаннан кейін Арбатты араладым. Басында қатты қорыққаным сондай, сол моментті видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Арасында өзімді сендіру үшін, миымды бұл жай ғана кинотеатр деп сендіру үшін, қорқынышты жеңу үшін очкиді шешіп отырдым. Арбат 2018 жылы ашылған. Бұл жерден байқағаным, күндіз де, түнде де келсеңіз адам көп болады. Арбаттың сәні түнде жанып тұратын періштелер. Не могу найти хотя бы пары слов. Они долгий вечер, они долгий вечер. Скоро станет ночь, без снов. Они долгий вечер. Çeksen болады ма? Hadi al. Al kız. Alsana kız. Al hadi al, tamam. Gel kız gel. Yakala. Al kız. Al kız al, kaçma, gel. Yakala. Ay. Осымен Шымкентке жасаған шағын саяхатым аяқталды. Әлі де келемін деген үміттемін. Шымкентте өзімді жайлы сезіндім, маған қатты ұнады. Ақыры Ташкентке жол тарттым. Алдағы видеода Ташкент қазақтарымен сұхбат және Ташкенттегі саяхатым туралы көрсететін боламын. Қазақ тілді контентті қолдау үшін каналға жазылып, видеоға лайк басып кетуіңізді сұраймын.